Шыңғысхан, шын аты Темірші. Әкесі Есугей татарлар у беріп өлтірген. Анасының аты Оэлун, Қоңыраттың қызы. Әйелі Бөрте, Қоңыраттың қызы. 4 ұлына Шыңғысхан ұлыстарды, жерлерді бөліп берді. Соның ішінде Қазақстанның көп жерін алған Жошы хан еді. Жошы хан қазір орталық Қазақстанда Сарысу өзенінің бойында жерленген. Картадан қараңыздар, 4 ұлына берілген жерлер. Жошыға Жетісудың солтүстік бөлігі мен төменгі Еділ бойына дейінгі жерлер, бүкіл шығыс Қыпшақ аумағы. Сонымен қатар ол Ертістен батысқа қарай және Моңғолдың тұяғы түйген жерлерге дейін аймақты еншіледі. Шыңғысханның екінші ұлы Шағатай ұлысына Шығыс Түркістан, Жетісу және Мауреннахр аумағы кірді, қазіргі Өзбекстан жері. Шағатай ұлысының негізгі ордасы Алмалық қаласы, ал жазғы ордасы Іле өзенінің алқабындағы Құяш деген жер. Шағатай мен оның мұрагерлерінің иеліктерінде Балық және Хорасан өлкелері кірді. Шыңғысханның үшінші ұлы Үгедей ұлысына Батыс Моңғолия, жоғарғы Ертіс пен Тарбағатай аймағы қарады. Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін Үгедей ұлы хан болып жарияланды. Осылайша 1228-1241 жылы Үгедей Орхонды Қарақорымда тұрды. Ал кіші ұлы Төленің ұлысына Шыңғысхан негізгі жұрты Моңғолия аймағын берген еді. Сонымен бірге үлкен 3 ұлының әрқайсына Моңғолдың тұрақты әскерінен 4000-нан үлес қосып берді. Қалғаны кіші ұлы Төлеге қалдырды. Осылайша Қазақстан аумағында Моңғолдың 3 ұлысының құрамына кірді. Қазір Қазақстанның ең көп бөлігі Жошы ұлысының құрамында. Оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан Шағатай ұлысына, Жетісудың солтүстік бөлігі Үгедей ұлысына кірген еді. Бұлардың бәрі де Қарақорымда отырған ұлы ханға, яғни Шыңғысханға бағынышты болды. Оны Қаған, Хахан деп атады. Ұлы хан жоғарғы билеуші ретінде заң шығару, әкімшілік билікті өз қолында ұстады. Сондықтан ұлыстарға келген шетелдік елшілер мен саяхатшылар Қарақорым ханға жіберілетін. Ең басты жан Ясса болды. Және әскерлердің 10 оқ будуынан бастап төменге дейін бөлінуі, оң қанат, сол қанат және орталық қанат деп бөлінуі бәрі де Ясса заңдарына тиісті.